Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mine, haqiqattың салмағы қандай, құрметті жамағат. Осы ақиқат арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды жасады да. Мықты тұлғалар пайда болды, құрметті жамағат. Мықты тұлғалар пайда болды. Алла үшін ғана қозғалатын жердің бетінде, өзіңіз ойлаңызшы. Алла үшін ғана қозғалатын жердің бетінде. Дем алса да Алла үшін дем алады. Көзі Аллаға істейді, тілі Аллаға істейді. Қараңыздар қандай нәрсені әкелді. Еш нәрсе жасай алмайтын еді оны осы Құран болмағанда. Бізде көбінесе, құрметті жамағат, таухид деген кезде, ла илаха иллаллах деген кезде біз көбінесе мүсінге, ағашқа, жаңағыдай пұттарға табыну деген нәрсе демен, сол нәрсемен шектеліп қалғанбыз. Көбінесе дауатымызда, білімімізде, насихатымызда. Ол нәрседен Алла құтқарды. Таухид деген нәрсе, құрметті жамағат, үлкен бір тау секілді. Біз таудың етегіндеміз. Біз мүсінге, ағашқа, бұтқа, шегеге табылмаймыз. Біз Алланың өзіне ғана табынамыз деген. Біздің өзімізде, жүрегімізде таудың етегінде. Бірақ сахабалардың өздері таудың етегінде болғанмен, жүректері таудың үстіне кеткен. Соқтан жүрек таудың үстіне кеткендіктен, о мына адамдардың арасында оны азғыратын, немесе оны жаңағыдай орынсыз ашуландыратын тағы да басқа нәрселер әсер ете алмайды оларға. Жүрек бізде. Түсінікті болу үшін айтайын. Бір ғұламалар таухидта аппақ киімге ұқсатқан. Аппақ киім дейді ол. Сосын сол аппақ киіммен біз енді ла илаха иллаллах дейміз да үйден шығамыз. Сосын қалтамызға бір сия сауыт салып алайық. Мысал ретінде айтып отырмын да. Сосын шыққан кезде ашуландың ба, жаңағы ақ киімді сиямен сыз бірлет. Сосын ғайбат айттың ба, сыз. Біреуді кешіре алмай тұрсың ба, сыз. Сыз қанша сыз қысылады екен күніне. Міне біздің таухидымыздың түрі. Көрдіңіз ба? Ол сахабалар сөйлеген, ұстанған нәрсені көретін болсаңыздар, ол үлкен ана таудың үстіне шығып кеткенде адам жүрегі. Бұл нәрсені айтылып жатқан себебі Мұса алейхиссалам тафсир кітаптарында айтылғандай, Мұса алейхиссалам Раббысынан сұрайды дейді. Раббым, маған бір зікір сөзді үйретші, өзіңді әрдайым сол сөзбен еске алатын. Сонда Аллах Тағала Раббысы айтады екен: ей Мұса, ла илаха иллаллахны айтсашы деп. Сонда Мұса айтады: Раббым, мен оны күнде айтып жүрмін ғой дейді. Сонда Раббысы айтады: ей Мұса, сен білмейді екенсің дейді. Қараңыздар. Егер таразының бір табақшасына көктерді, жерді және оның арасындағы бүкіл нәрсені салсам дейді, сосын бір табақшасына ла илаха иллаллахны салсам басып кетеді ғой деген. Сөздің салмағының өзін түсінбеген біз құрметті жамағат әлі. Біз тек оны пұттан, мүсіннен, ағаштан деген нәрсемен көрдіңіз ғой. Асылы бұл деген нәрсе. Бұл кеңірек ашылады әлі. Мына жердегі аяттардан қарасаңыздар, кеңірек ашылады. Сол ла илаха иллаллахны Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады. Қараңыздар. Жаңа біз айттық қой, аппақ киім секілді ғайбат айтасың. Егер сен Алланыкі болсаң, неге айтасың ғайбат? Көрдіңіз ба? Егер сен Алланыкі болсаң, жалғыз Алланыкі болсаң, неге кешіре алмай тұрсың оны? Егер сен Алланыкі болсаң, көзің ана міскінді неге көрмеді? Неге өтіп кеттің қасынан? Егер сіз Алланыкі болсаңыз, неге ұрысып жатсыз сіз? Не дәлелдегіңіз келіп отыр сен? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: фағлам аннаху ла илаха иллаллах. Ей пайғамбар, біл Алладан басқа тәңірдің жоқтығын. Біл дейді, білім деген нәрсе жүрегіңді билесін дейді. Сен Алланыкі ғана болу керексің.
Сосын барып айтады, біл Алладан басқа тәңір жоқ екендігін, вастағфир ли замбика, және кешірім сұра күнәңа дейді. Сен бірінші осыны біл, сосын күнәңа кешірім сұра дейді. Біз оны дұрыс білмегендіктен, біздің көпшілігіміз неге ұрысып атқан кезде түрімізге қарасақ, біз Алланы өз жағымызға алып алғанбыз да. Уверенно ұрысасың. Көрдіңіз біздің таухидымыз қандай да? Біздің ла илаха иллаллахымыз қандай жүректе? Шошып кетеді сахабалар бұл нәрсені көрсе да, мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Сосын мен сахабаларға еліктеймін дейсің. Сахабаларға ол бір кейбір нәрселердегі сыртқы бейнелердегі еліктеу ғой, ол жүрек еліктеп атқан жоқ қой лайық деңгейде. Жүректе қаншама кедергі бар да. Сондықтан Насот сүресінің басында өздеріңіз байқайсыздар, Алла Тағала кәпірлердің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құранға қарсы сөйлеп келгенін айтты да. Сосын солардың істеп отқан істеріне «Уасбир, сабыр ет ей пайғамбар» деп Дәуіттің қиссасына кіріп кетті. Естеріңізде өткендегі сабақ. Дәуіттің қиссасына кірген кезде Алла Тағала ол жақта Аллаға серік қосу туралы сөйлеген жоқ, қараңыздар. Жүректе бұл жердегі мағына, ол мойындамайтындар, оны маған қалдыр деп отыр Алла Тағала. Олар менің ісім болады өзі уақыты келгенде. Сен өзіңді дамыт деп отыр, қараңыздар. Өзіңді дамыт, Дәуітке қара дейді. Дәуітке қара, қалай мені түсінген дейді ол Дәуіт. Естеріңізде Дәуіттің қиссасы жаңағы даушылар келіп айтылған кездегі өткендегі оқиғада Алла Тағала ол жерде Дәуіттің қателігін айтқан жоқ ол жерде. Дәуіттің кешірім сұрағанын айтты. Неге қателігін айтқан жоқ Алла Тағала? Өйткені ол қателік пайда жоқ бізге. Ең бастысы Алла Тағала Дәуіттің бірден түсіне қоятынын көрсетіп отыр Алла Тағала. Бізде сөз бар, ымды түсінбеген, дымды да түсінбейді деген. Ымнан түсінген адамдар ғой, қараңыз қалай Алланың құлы болған. Ымнан түсінген де олар. Таухидтың негізгі жемісі осы, құрметті жамағат бізге. Бәленбай жылдан берген, мысалы, керек нәрсесі. Раббыңды ымнан түсіну керексің. Өткендегі айтып атқан нәрсеміз де сол. Мысалы, сіз дүкенде тұрсыз. Бір өтірік айтып қойдыңыз, бір өтірік айтылып қалды байқамай. Ұтып кеттіңіз, өтірік айтылып қалған күй болды. Бірақ әдетте ондай нәрсе көп болады, бізде сөйтіп оны уайымдап тұрған жоқпыз. Сөйтіп дүкенге кіріп қалдыңыз да, дүкенде бір кісі жаңағы бір нәрсені сатып алып атады. Сол сатып алып жатқан кезінде екеуі бір өтірік туралы өтірікті жамандап сөйлеп тұрады. Сатушы мен сатып алушы. Сіз қасында тұрсыз. Екеуі намаз оқымайды. Сіз тұрсыз да, сол кезде жаңағы біреу айтады, өтірік айтушыларды жаным жек көреді десе, жаңағы кісі. Егер ымнан түсінетін адам болсаң, ана кісі мешітке барып па, үйіне барып жылайды бағанағы өтірік үшін. Алла Тағала қай жерден көрсеткісі келеді сізге ымды, сол жерден көрсетеді. Оны көретін көз керек, құрметті жамағат. Көретін көздің керектігін осы сүреде де айтады. Біраз аяттардан кейін келеміз. Өйткені пайғамбарларды көрегендер деп атаған Алла Тағала. Ол бірден көреді дейді олар, не қалап тұрғанымызды. Және соны істеп жібереді дейді бірден олар. Деген нәрсе бар, құрметті жамағат. Кешегі бір өткендегі нәрседегідей көлікпен келе жатқан кезіңізде артыңыздан біреу тарс еткізсе де, ең басты таухидтың түсіндім Раббым. Міне, осы нәрсеге қарай бастап отыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аналар, олар бәрі иман келтірмейді ол. Оларды мен пайдаландырамын дейді біраз уақытқа дейін. Сумма настадрижухум мин хайсу ла я'ламун. Бірте оларды өздері күтпеген жақтан жоя салам дейді оларды. Сен өзіңді дамыт деп отыр. Міне. Дәуітті қандай мысалға келді? Қазір тағы пайғамбарларды мысалға келтіреді. Сондықтан ла илаха иллаллах деген мағына, құрметті жамағат. Бұл сіздің жүрегіңізде былайша айтқанда капиталына отыру керек. Сіз тек Алланыкі болу керексіз. Алла үшін сөйлейсіз. Қараңыз. Алла Тағала үшін. Тіпті сіздің ашуыңыз тек Алла Тағала қалаған нәрсеге болмаса, ешқашан қозғалмау керек. Міне таухид басқарып тұр деген нәрсе қандай.
Бұл нәрселердің керектігі, құрметті жамағат. Егер осы нәрселерді біз істей алсақ мына қоғамда, бұдан артық реклама жоқ. Алла хаққа, Құранға, Құранның жолына, ақиқатқа, таухидқа бұдан артық реклама болмайды қоғамда. Бұдан артық дауғат болмайды. Мәмілеңіз, әр жерде тұрған кездегі сөйлеп отқаныңыз, неге ұра салмадың оны? Раббымнан қорқам. Осындай нәрселер, мәмілелер керек. Әр жерде араласады сізге ақиқат. Раббыңыздың нақты Алладан басқа тәңіріңіздің жоқ екендігі көріну керек. Бұл мәселе даму керек, құрметті жамағат, бойымызда.